Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Кірпікті үй жағдайында аз уақыт ішінде қалай тез өсіру жайында кеңес беретін боламын. Кірпіктің түсуі табиғи құбылыс, бірақ көп түсетін болса, онда оның негізгі себептерін анықтап, оның алдын алу қажет. Зақымданған кірпікті қалпына келтіру үшін бірінші нәрлендіретін масканы бастау қажет. Ол үшін ошаған және майсана, яғни касторовое масло майларына А және Е дәруменінің араластырып, жатар алдында кірпікке жағамыз. Естеріңізде болсын, масканы тек бетті тазалап болған соң ғана жасау қажет. Егер көзіңізде қышу, ауырсыну белгілері байқалса, онда 30 минуттан соң сүлгімен немесе мақтамен көзіңізді сүртіп тастаңыз. Бадам майы кірпіктің түсуін тежеп өсу мүмкіндігін арттырады. Ошаған майы, яғни репейное масло, кірпіктің түбін нығайтуға көмектеседі. Есіңізде болсын, арзан кірпік бояуды тұтынбаңыз. Кірпік бояғышты кем дегенде 4-5 ай сайын ауыстырып отырыңыз. Достар, егер де менің сіздерге берген кеңесім ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.